Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі сабақта біз Pinduoduo сайтына адрес енгіземіз, яғни карго адресін енгізетін боламыз. Ең алдымен менің каналыма подписка жасап, лайк, комментарий жазып қойыңыздар. Ең алдымен біз заметки бөліміне өтетін боламыз. Қарап отырсаңыздар, бұл карго мен постоянно беріп жүрген ең сенімді карго болып табылады. Енді мен осыны скопировать етіп алып, қайтадан Pinduoduo приложениесіне кірем. Дәл осы страницаны ашып, мынау астында тұрған қызыл иероглифтің астындағы иероглифті басам. Разрешить вставканы басып, мына жерде қызыл иероглифтің үстін басам. Қарап тұрсаңыздар, автоматты түрде осы жерде бағанағы копировать етіп алған сөздер шықты. Енді мына дәл бірінші қатарға гүл деп ағылшын әрпімен жазамыз, яғни бас әріптермен. Мынау сызықша қойып, телефон номеріңіздің соңғы 5 цифрын жазатын боламыз. Жазылды. Енді қарап тұрсаңыздар, ең астындағы сөздердің жанына гүл карго деп жазамыз. Ол міндетті түрде бас әріппен болады. Гүл карго. Енді осы гүл карго деген сөздің жанына өзіміздің телефон номерімізді жазамыз. Мен өзімнің телефон номерімді жаздым. Енді өзімнің есімімді ағылшынша жазатын боламын. Осы есімнің жанына мен өзім Алматы қаласында тұрамын. Енді осы жерге Алматы деп жазам. Сіздер қай қалада тұрасыздар, өздеріңіздің сол қалаларыңызды жазасыздар. Қарап тұрсаңыздар, дәл осылай тіркейсіздер. Менің бағанағы гүл каргом тіркелді, сәтті аяқталды. Негізі осы гүл каргоның 17 қалада филиалы бар. Ең сенімді карго, жеткізу уақыты 7-14 күн арасы. Және за килограмм да арзан. Адрес тіркеп болғаннан кейін міндетті түрде сайт отслеживание жасау керек. Яғни осы каргоның сайт отслеживание бөлімін айтатын боламын. Ол үшін бірінші заметки бөліміне өтіп, мына жердегі ссылканың үстін басам. Маған осындай страница ашылды. Мен бұрын ашып қойғанмын. Енді мен в IT бөліміне кіре аламын. Сіздер зарегистрироваться жасап, мына жерге міндетті түрде бірінші сан ол 8 болу керек. Яғни +7 емес 8 деп жазасыздар. Мен өзім телефон номерімді жаздым. Мына жерге склад, яғни сіздер қай қалада тұрасыздар, сол қаланың складын жазасыздар. Мен Алматы қаласын тұрғандықтан склад в Алматы деп таңдаймын. Астына ағылшын әріпімен өздеріңіздің есімдерін жазасыздар. Келесі бөлімге ағылшын әріптерімен фамилияны жазатын боламыз. Енді мына жерге өздеріңіз ұмытпайтындай немесе қойған парольдарыңызды заметки бөліміне сақтап жазасыздар, өйткені бұл пароль міндетті түрде қажет. Енді осы страницаның барлығын толтырып регистрация жасайсыздар. Мен регистрация жасап қойғам. В IT бөліміне қайтадан өтіп, өзімнің номермен паролін жазып кіре беремін. Енді осы сайт отслеживаниені қалай экран бетіне приложение түрінде шығарамыз. Мына астында тұрған кнопканы басамыз. Енді осы жерде төмен қарай қаратсақ, на экран домой деп тұр. Добавить деген кнопканы басып шықты, яғни біздің экранда осы гүл каргоның приложениесі шығып тұр. Осы бөлімге кіретін боламын қазір.
мен кірдім. Мен сіздерге мысал ретінде өзімнің беріп жүрген каргомды және де осы каргоның сайт отслеживания бөлімін таныстырдым. Сіздер қаласаңыздар өздеріңіздің таңдаған карголарыңызды осы адрес бөліміне тіркеп қойсаңыздар болады. Мен тек мысал ретінде осы адрес бөлімін түсіндірдім. Сайт отслеживания бөлімін түсіндіретін болсам, яғни бұл бөлімде сіздер заттарыңыз, яғни заказ берген заттарыңыз грузовик бөліміне өтіп, трек-кодты алып, каждый товардың трек-кодын алып, осы жерге тіркейсіздер. Яғни осы жерден, мен мысалға мына жерде тіркеп тұрмын ғой, трек-кодтарды. Если мынау етік деп тұр ғой, сол склад в Китае деп тұр. Яғни осы птичка жанса, жасыл птичка. Яғни бұл етік уже Қытайдың складында деген сөз. Астындағы склад в Алматы деген птичка жанатын болса, яғни уже ол товар Алматы қаласына келді деген мағынаны береді. Яғни бұл сайт отслеживания бөлімі сіздердің заказдарыңыздың сенімді және де қай жерде келе жатқаны жайлы информация беріп отыратын бөлім.